Халықтардың ұлы қоныс аударуы. Құрметті оқушылары, бүгінгі сабағымызда ғұн мемлекетінің қалай құрылғаны және олардың оңтүстік, солтүстік ғұндары болып бөлінгені, сондай-ақ ғұн билеушілері мөде, чижи, шанилардың Қытайға жүргізген соғыстары мен тарихқа үлкен өзгеріс енгізген халықтардың ұлы қоныс аударуы және Еділ патша бастаған ғұндардың Европаға жорығы жөніндегі қызықты мәліметтерге назар аударайық. Ғұн мемлекетінің құрылуы. Ғұндар тарихта жақсы белгілі. Біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырдың соңына қарай ғұндар бірігіп әскер жасақтап, өздерінің мемлекетін құрды. Алайда ғұндардың алғашқы билеушісі Тұман Шанюйдің тұсында Қытайлармен жүргізілген қақтығыстан мемлекет біршама әлсіреді. Ғұн мемлекетінің айтарлықтай нығайып күшеюі мөде Шанюйдің есімімен байланысты. Ол ғұндардың Шығыс империясын біздің заманымызға дейінгі 209-174 жылдар аралығында басқарды. Мөде Шаньи ғұн мемлекетін нығайту мақсатында Қытайдың шекаралық аудандарына жорықтар жасап, оған күйрете соққы береді. Қытайлар ғұндардан қорғану үшін біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырда бар болғаны 2 жыл ішінде ұзындығы 5000 шақырым, биіктігі 6-10 метр, ені 5-6 метр әскери қорған салғызуға мәжбүр болған. Ол тарихта Ұлы Қытай қорғаны деп аталады. Біздің заманымыздағы 2-ші ғасырда ғұндар оңтүстікте Қытайдағы хан әулетін жеңеді. Біздің заманымызға дейінгі 188 жылы Қытайдағы хан әулетінің императоры Гао Цзу ғұндардан жеңілгеннен кейін мөденің алдында бас иіп, тыныштық пен бейбітшілік туралы келісім шартқа қол қоюға, жыл сайын салық төлеп отыруға мәжбүр болады. Ғұндардың қазақ жеріне алғаш қоныс аударуы. Этникалық құрамы жағынан әр текті көшпелі тайпалардың орталық Азиядан Қазақстан аумағы арқылы батысқа қарай жылжуы тарихта халықтардың ұлы қоныс аударуы деп аталады. Біздің заманымызға дейінгі 55 жылы ғұн мемлекеті өзара ішкі тартыстар мен сыртқы қысымдардың әсерінен күйреуге ұшырап, оңтүстік және солтүстік ғұндар мемлекеті болып екіге бөлінеді. Мемлекеттің оңтүстік бөлігін Хуанхэ Шаньи, ал солтүстік бөлігін оның інісі Чжи басқарды. Солтүстік ғұндардың ордасы Монғолияның солтүстік батысындағы Қырғыз Нұр көлінің маңына орналасады. Осы жерден олар Үйсін тайпаларына және Қытайға жорықтар ұйымдастырды. Солтүстік пен оңтүстік ғұн мемлекеттері арасында жер мен билік үшін өзара қырқыс басталды. Уақыт өте келе оңтүстік ғұндар хан империясына бағынды. Біздің заманымызға дейінгі 55 жылы Қазақстан жеріне бірінші қоныс аударуда ғұндарды Чжи басқарды. Олардың бір бөлігі Тянь-Шаньнан өтіп, Қаңлы тайпалық бірлестігімен көрші қолаң отырды. Қаңлылармен одақтаса отырып, ғұндарды біріктіру мақсатын көздеген. Чжи өз қарауындағы ғұн тайпаларымен бірге оңтүстік шығыс Қазақстан жеріне қоныс аударады. Осындай жағдайда Қаңлы ханы Чжи-мен одақ құрып, оны үйсіндерге қарсы пайдаланбақ болады. Осы мақсатпен Қаңлы ханы Чжи-ге талас алқабынан жер бөліп беріп, өзінің атты әскеріне қолбасшылыққа тағайындайды. Алайда Чжи бастаған ғұн тайпалары Қаңлылардың үмітін ақтамайды. Осыдан кейін Чжи Қаңлы билеушісінің қосынынан қуылып, Талас өзенінің жоғарғы жағына кетіп, сол жерден өзіне қала тұрғыза бастайды. Чжидің күшеюінен Қытай империясы қатты алаңдайды. Көп кешікпей жалпы саны 40 мыңдай біріккен Қытай және Үйсін әскерлері оған қарсы жорыққа шығады. Біздің заманымыздан бұрынғы 36 жылы Чжи мен Қытай әскерлерінің арасындағы шайқас Талас аймағында 2 күнге созылады. Чжи өз қаласын қорғауда римдік қолбасшысы Марко Крас армиясының жауынгерлерін пайдаланады. Алайда ғұндардың қаһармандықпен қорғанғанына қарамастан, Қытайлар қалаға басып кіріп, қамалды басып алады. Чжи және оның әскерлері мен көптеген туыстарын қосқанда барлығы 1518 адам тұтқынға түседі. Қытайлар Чжидің басын алып, 1200-дей жауынгерін Үйсін мен Ферғана билеушілеріне сыйға тартады да қалғандарын өлтіреді.
Ғұндардың Европаға жорығы. Ғұндардың батысқа қарай қоныс аударуының екінші толқыны біздің заманымыздағы 93 жылы басталды. Қоныс аудару кезінде кейбір тайпалар ғұндармен одақтасып біріксе, кейбірі ығыстырыла бастады. Өз кезегінде ғұндардың қысымы орталық Қазақстандағы, Сырдарияның солтүстігіндегі, сондай-ақ Арал теңізі мен Каспий аймағындағы тайпаларды қозғалысқа түсірді. Бұл үрдіс толқын секілді үздіксіз жүріп, біздің заманымыздағы 2-5 ғасыр аралығында 300 жылдан астам уақытқа созылды. Ғұндар біздің заманымыздың 4 ғасырында Европаға дейін жетіп, Шығыс Рим империясына шабуыл жасайды. Ғұндардан бірінші болып соққыға жығылғандар Азов теңізі өңірін мекендеген аландар, осетиндер еді. Біздің заманымыздағы 5 ғасырдың басында ғұндардың билеушісі Ругила Дунай жерін басып алып, қазіргі Венгрия жерінде Батыс ғұн империясын құрады. Ғұндардың Европа тарихында терең із қалдыруы даңқты қолбасшы Еділ Аттила патшаның есімімен тығыз байланысты. Біздің заманымыздағы 433 жылы ғұн патшасы Ругила қайтыс болғаннан кейін, мемлекет билігі оның немересі Еділдің қолына көшеді. Еділ патшаның есімі бұлайша кездейсоқ аталмаған. Біздің заманымыздағы 5 ғасырда Аттила 100 000 әскермен Батыс Рим империясына қарсы шайқасқа шығады. Бұл шайқас біздің заманымыздағы 451 жылы Галлиядағы Орлеан қаласының түбінде ғұндар мен римдіктердің арасында бір тәуліктен астам уақытқа созылған атақты Каталаун шайқасы еді. Шайқас нәтижесінде ғұндар римдіктерді ойсырата жеңеді. Алайда Аттила әділдік танытып, өз әскерлерінің дүние жүзі мәдениетінің астанасы Рим қаласын басып алып тонауларына жол берген жоқ. Біздің заманымыздағы 453 жылы Аттила жұмбақ жағдайда қайтыс болғаннан кейін Батыс ғұн империясы ыдырап кетті.